Қош келдің, мүбәрак Мәуліт айы. Ал қасиетті Мәуліт мерекесі биыл 2024 жылдың 14-15 қыркүйегіне сәйкес келеді. Мәуліт араб сөзі, қазақша туған күн деген мағына береді. Алла тағала елшілерінің соңғысы, әрі сардары, Мұхаммедтің, Алланың салауаты мен сәлемі болсын, дүниеге келуінің құрметіне ол айға осы атау берілген. Пайғамбарымызды өз ата-анамызды танып, құрметтегендей сүю ләзім. Өйткені, хадис шарифте, сіздердің ешқайсыларыңыз мені өз ата-анасынан, балаларынан және барлық адамдардан артық көрмейінше иман келтіре алмайсыздар деген. Пайғамбарымыз жайлы сіздер үшін қысқаша мәлімет ұсынамыз. Әкесінің аты Абдуллах, анасының есімі Әмина. Пайғамбарымыз милади жыл санауы бойынша 571 жылы 20 сәуірде, хижри санауы бойынша Рабиул әуал айының 12-сі дүйсенбі күні қасиетті Мекке қаласында дүниеге келген. Руы Құрайш. Пайғамбарымыздың үш аты бар: Мұхаммед, Ахмед, Махмуд, Мұстафа. Мәуліттің тойлауына ислам ғұламалары жоғары баға берген. Мұсылмандар бір істі жақсы деп санаса, ол іс Алланың алдында да жақсы деген. Себебі хадис шарифте, мұсылмандар жақсы көрген іс Алла тағала алдында да жақсы болады делінген имам Ахмад риуаятында. Бұл айда атап өткізудегі негізгі мақсат Мұхаммед, оған Алланың игілігі мен сәлемі болсын, пайғамбардың іс-әрекеттерін насихаттау, салауаттар айту, жастарға имандылық қағидаттарын түсіндіру, оларды отансүйгіштікке, бауырмалдыққа, адамгершілікке, ата-ананы құрметтеуге және түрлі теріс қылықтардан сақтануға шақыру. Ұлы Алла тағала барша ниеттеріміз бен тілектерімізді қабыл етсін. Әмин.